Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың шағын ғана үйлері, кішкентай бақшалары болыпты. Бір жылы шал сол бақшасына шалқан егіпті. Күн сайын су құйып күтіп баптап жүріпті. Күндер өтіп айлар аунап, бір күні қараса, шалқан сондай үлкен болып өсіп жер астына терең бойлап кеткен екен. Шал қатты қуаныпты да, енді осы шалқанды жұлып алып, кешке ас қылайын депті. Сөйтіп шалқанның жапырағынан ұстап, бар күшімен тартыпты. Тартады, жоқ, шықпайды. «Әй, кемпір, бері келші!» деп айқайлапты. Кемпір жетіп келіпті. «Не болды, шал? Шалқанды жұла алмай жатырмын, көмектесші!» Кемпір шалдың белінен ұстапты. Шал шалқаннан ұстапты. Тартады, жоқ, шалқан қозғалмайды. Сонда кемпір айқайлапты. «Айгүл, жаным, бері келші, көмектесші!» депті. Айгүл жүгіріп келіп кемпірдің белінен ұстапты. Үшеуі тартқан екен, тағы да шықпайды. Сол уақытта Айгүл жан-жағына қарап, «Ақтөс, келші, бізге көмектесші!» депті. Ақтөс жүгіріп келіп Айгүлдің белінен ұстапты. Төртеуі тартқан екен, тағы да шықпайды. Ақтөс бұрылып, «Жүлса, біз шалқанды жұла алмай жатырмыз, көмектесші!» депті. Жүлса Ақтөстің белінен ұстапты. Бәрі бірге тартады, жоқ, шалқан бәрібір шықпайды. Жүлса кішкентай тышқанды шақырады. «Маруся, келші, бізге көмек керек болып жатыр!» дейді. Тартады, тағы тартады, гүрс етіп шалқан жерден суырылып шықты. Бәрі қуанып, шаттанып кетіпті. «Ой, бәрекелді!» деп шал күліпті. Кішкентай болса да, бәрінің еңбегі бір. Балалар, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Қоңырауды басып, каналға жазылып кеттіңіздер.